Құлжан, Алматы облысы, Қаратал ауданы, Рахымжан Қошқарбаев атындағы орта мектептің 6-шы А сынып оқушысы. Сіздерді ұлы ғұлама, ұстаз Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай ұйымдастырылған үздік кітап челленджіне қатысуға шақырамын. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, ғылымның қайнар бұлағы, білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбиелік құрал. Толстой өз кезегінде жақсы кітап оқу ақылды адаммен сырласқанмен бірдей деп пікір білдірсе, Абай атамыз артық ғылым кітапта ерінбе оқып көруге деген екен. Кітап арқылы келешек ұрпаққа бүгін тарих болып жазылып, ертең мұра болып қалмақ. Мен сіздерді Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабымен таныстырғым келеді. «Менің атым Қожа» повесінің авторы Бердібек Соқпақбаев. Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген. «Менің атым Қожа» повесін 1957 жылы жазған. Қазақ балалар әдебиетінің озық туындыларының бірі. Орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылған. Повесте кішкентай Қожаның мектеп жасындағы басынан кешкен оқиғалары жайлы баяндалады. Басты кейіпкер Қожа ақылды, сонымен қатар бұзық, әкесіз өскен бала. Хикая барысында ол көп нәрсеге ұрынады. Қашық та болады, төбелеседі, бұзықтық та жасайды, сыныптан қуылады, жиналыста тәртібі жайлы қарастырылады, мектептен шығуға шақ қалады. Дегенмен, ол соншалықты ессіз бала емес.